Сәлем, мен Аскербек және мен сіздерге бүгін футболдың тарихын, ойынның алғашқы ережелерін, алғашқы допты қандай заттан жасаған және бір сәтте команданың барлық ойыншылары қайтыс болған жағдайды футбол үшін соғысқан екі мемлекет туралы айтатын боламын. Тағы да сәлем, және жуырда күн жылып, күн шуағын шашады. Сіздің ойыңызша бұл нені білдіреді? Негізі тупой сұрақ. Барлығы далаға баскетбол ойнауға немесе футбол ойнауға шығады. Немесе енді шығып жүр. Маңыздысы ол емес. Егер сіз досыңыздан немесе танысыңыздан футбол қалай пайда болған екен деп сұрасаңыз, сіз танысыңыз сізге футбол Англияда немесе Бразилияда пайда болды деп нақты айту мүмкін. Бірақ мен олай емес екенін нақты айта аламын. Футбол дамый келе пайда болған нәрсе, ол аяқ астынан мен футболмын деп атып шыққан жоқ. Негізінде футболға ұқсас ойын біздің заманымыздан бұрын 3-2 ғасыр аралығында Қытайда пайда болған. Басында ол суджу атты доппен ойнайтын ойын болған. Ойынның мақсаты 2 метр биіктікте тұрған допты тесікке салу. Алғашында бұл ойынды ер балаларды әскерге дайындау мақсатында қолданған. Ойын кейіннен танымал болғасын Жапонияда кимари деген атпен ойнатылған. Бірақ мұнда ереже допты жерге барынша түсірмеу керек. Егер байқасаңыздар, бұл біздің күнде ауылда ойнайтын ләңгі ойынына ұқсас. Ләңгі ойыны біздің жерімізге ұлы жібек жолы арқылы келуі әбден мүмкін. Футболдың іздері Грецияда, Италияда табылған. Бірақ қазіргі біз білетін футболға ұқсас ойын 13 ғасырдан бастау алады. Олар Англия, Шотландия, Францияда танымал болған. Бір ауылдың адамдары шағын допты қолына алу үшін сайысқан. Мысалға, сол мақсатты орындау үшін оларға барлық нәрсеге рұқсат берген, өлтіруден басқа. Ойын өте қатал болғаны соншалық, 1314 жылы король Эдуард II футболды ойнауға тыйым салған. Өздеріңіз біліп отқандай, адамдар оның бекіткен заңына құлақ аспай, әрі қарай футболды ойнай берген. Енді 16 ғасырда футбол қазіргі формасына ұқсай бастайды. Англия мектептерінде футболға ережелер бекітіп, тек аяқпен ойнауға болады. Пас, дриблинг, баспен соғу. Алаңның екі жағынан төрешілер, бапкер, алаңның екі басында қақпашылар қойылып, командалардың нақты мақсаты, тактикасы болған. Футбол ақырындап спорт түріне айнала бастады. Бас салып, топқа жүгіру деген жоқ. Бірақ сол кезде де шешілмеген мәселе болған. Бұл әр мектеп өзінің ережелерімен ойнаған, яғни ортақ ереже болмаған. Мысалы, рагби мектебінде топты қысып жүгіріп, басқа ойыншылармен күресуге рұқсат берген. Осының нәтижесінен біз американдық футбол деп атайтын рагби пайда болған. Футбол ережелерінің негізін Кембридж университетінде 1848 жылы жазылған. 19 ғасырда футбол өте тез танымал болған соншалық Францияда FIFA деген ұйым құрылады. Қазіргі таңда әлемдегі адамдардың жартысы, кем дегенде 3,5 миллиарды футбол ойынның фанаттары. 1998 жылы Конго Демократиялық Республикасында ойын найзағай түскеннің кесірінен тоқтатылған. Ойынның барысында найзағайдың суы, жаңбырдың жауы, қардың жауы бұл бізге үйреншікті нәрсе. Біз бұның не екенін білеміз, бірақ бұл жағдай өте ерекше. Найзағай түскен сәтте ойыншылардың жартысы көз жұмған. Барлық көз жұмған ойыншылар бір команданың адамдары болған. Жергілікті халық бұл сиқыр немесе басқа да бір тылсым күш деп ойлайды. Тағы мынандай аңыз бар. Найзағай соғар сәтте есеп 1-1 болып, жергілікті шаман оларды қарғаған, ал қайтыс болған ойыншылар алаңда қонақ ретінде ойнаған. Конгодан алыс емес Мадагаскар аралында профессионалды футболдағы ең көп есеппен аяқталған ойын бар. Есеп 149-0 аяқталған. Мұндай таңғаларлық есептің болу себебі ұтылып келе жатқан команда төрешіге қырсығып өз қақпасына гол соға берген. Кейбір адамдар мемлекеттер үшін футбол бір жай спорт түрінен де бір үлкен бөлек әлем. Мысалға, Бразилияда футбол дінмен бірдей дәреже тұрады, бірақ өте қатты қызығушылық және азарт сізді жамандыққа алып келуі мүмкін. Оған 1950 жылы Бразилияда болған әлем чемпионаты мысал бола алады. Финалға Бразилия және Уругвай елдері өтеді. Бүкіл әлем, газеттер барлығы Бразилия чемпион болатынына сенеді. Тіпті ұйымдастырушылар ойын соңында сөйлейтін сөзін дайындап, кубоктарына дейін әзірлеп қойған. Бірақ соңында Уругвай командасы Бразилияны 2-1 есебімен жеңеді. Это фиаско, братан! Жанкүйерлердің қайғырғаны соншалық, стадионның трибуналарына секіріп, өліп жатқандары да болған. Сол күндері суицидті бірнеше есе өскен. Тіпті бразилиялық радиостанциялар Бразилияның ұтылғанын мойындамай оны жоққа шығарған. Осы ойын тарихта Мараканасу деген атпен қалған. Және сол жылы осы Бразилия Уругвайдан ұтылған стадионды Мараканасу деген атпен атап кеткен. Прикинь. Өзінің сүйікті команда ұтылып қалса, білем, ол шамалы
неприятно орысша айтқанда, бірақ сол үшін трибунаны секіріп өлу ол тым артық. Әскербектен кеңес: ешқашан құмар ойынға құмар болмаңыздар және вообще құмар болмаңыздар. Бұл соңы емес, дәл осыған ұқсас, бірақ бұдан да қатал жағдай 1970 жылы әлем чемпионатында болған. Бірінші ойында Гондурас 1-0 есебімен жеңеді, ал екінші ойында Сальвадор 3-0 есебімен жеңген соң екі елде бұзақылық көбейе бастайды. Ақырғы плей-офф ойында Сальвадор 3-2 есебімен жеңеді. Сіздер түсіну үшін осы ойынға дейін Сальвадор мен Гондурас елдері бір-біріне жау болып келген. Осы ойыннан кейін екі елдің арасында қақтығыс көбейіп, Гондурас Сальвадор азаматтарына күш көрсете бастаған. Осы қақтығыстар нәтижесінде екі елдің арасында 4 күндік соғыс орын алады. Соғыс нәтижесінде 2000 адам қайтыс болады. Ойлаңыздар, жай бір ойын үшін екі ел соғысып, 2000 жан құрбан болу. Егер сіз қандай да бір сайысқа қатысып ұтылып қалсаңыз, өзіңіздің ұтылғаныңызды мойындай білу керек. Айта берсек, бұндай қақтығыстар өте көп. Тағы да керемет мәлімет, ол мексикандық футболист Хавьер Эрнандес ойнаған күні Мексикада қылмыс саны күрт азаяды, және сонымен бірге бала туу саны күрт көтеріледі. Мексикандық полицияның айтуы бойынша, тіпті мексикандық қылмыскерлердің өзі Хавьер Эрнандестің ойынын көруге демалады. Сол кезде қылмыс саны күрт азайып, бала туу саны тез көбейеді. Бала туу саны, мен түсіндің ғой. Және көп адам маған ВК-да, Инстаграмда сұрап жатады, сен қай команданың жанкүйерсің деп, және қай мемлекетке жанкүйерсің деп. Мен өзім Барселона командасының жанкүйер болам, бірақ мен олардың әр ойынын қалдырмай көре алмаймын. Өйткені мен өзім тек баскетболды ғана сүйіп қарай алам, бірақ мен Барселонаның фанатымын. Онда сен неге Барселонаның фанаты болу үшін деген сұрақтар болып жатса, мен сол сұрақтарға комментарийға жауап жазып кетемін, сол жақтан оқысаңыздар болады неге олай екенін. Ал сіз өзіңіз қандай командаға, қандай клубқа жанкүйерсіз, соны комментарий жазып кетіңіздер. Айтпақшы, жазда Ресейде 2018 жылғы әлем чемпионаты болады. Сол чемпионатта сіз қандай мемлекетке жанкүйер боласыз, сонда комментарий жазыңыздар. Айтпақшы, біздің Қазақстан да соған қатыса ма, сонда жазыңыздар. Өйткені мен футболда ештеңе білмеймін, айып етпеңіздер. Ал әзірше осы мәліметтер сіздерге ұнады деп ойлаймын. Егер ұнатса, лайкты басып каналға тіркелеміз, достарымызбен талқылаймыз. Өйткені сенде кешке қарай достармен айтатын тақырып бар, сол үшін талқыла. Әзірше осы, өзің дамыт. Пока.